Ассалаумағалейкум, Асхат мырза. Асхат мырза, сіз менен сөйлейін. Мынау телепорт курсын оқушысымын, студентмін. Қазір маған бір медицинский центрмен бір келісімшарт құру керек болып тұр да. Келісімшарт дегенде, там полный нөлден бастап жатыр клиника. Соған там продающий видеолар, продающий емес, там сабағына видеолар түсіріп беру керек, продающий видео түсіру керек. Потом екінші видео, андай видео түсіру керек. Кеңестерге болады, 1 минуттық, 2 минуттық роликтер. И ютубқа видео түсіру керек. Соны қалай келіскен дұрыс, бағасы қалай келіскен дұрыс. Соны бір ауыз айтып жібере аласыз ба? Бұл нөлден ашылған клиника болған екен, бұл жақта қазір клиент жоқ екен. Бірінші очередь клиент жоқ. Банкрот болып бара жатыр, банкрот болып тұрық дейді. Так келген ақша не болып тұр дейді. Зорға жетіп жатыр дейді адамдарға. Там 6 ма 7 адам жұмыс істейді. Сол үшін бір инстаграмдар, әлеуметтік желілер нашар дамыған, вообще сөйлет дамымаған. Мен қазір оларға әлеуметтік желі бойынша там полный сызып беремін дедім. Қалай клиенттерді қалай келетінін. Одан бері маған видеоны түсіріп беремін. Видео түсіретін адам таппай жатырмын дейді. Бірақ мен өзім видео осы телепортты оқығаннан кейін түсіріп беремін дедім. Қараңыз, енді бұл жерде кем дегенде 20-30 видео түсіру керек. Кем деген ол 20 видео түсіру керек. Ол 1 минуттық, 2 минуттық. Там бұдан кейін 10 шақты видео ютубқа салу керек. Соған енді қанша теңгеден келісетінін білмей жатырмын видеоға именно. Бұл жақта бірақ видеоларын көбінесе эффектпен түсірмейсің ғой, мысалы. Бұл жақта тек қана камераны қойып, мысалы сіздің сабақтар сияқты, сіздердің сабақтарыңыз, шоңлай обайын сабақтар сияқты түсіремін ғой мен. Содан кейін соған қалай келіскен дұрыс. Там общий, мысалы, мынаншаውን тегін түсіріп берейін, мынаншаун бірақ платный болады, мынанша теңгеден деп айтқан дұрыс па? Короче, бүйтіп айтасыз ғой. Негізі продающий видео болсын, или бір минуттық видео болса, мысалы даже IGTV салатын отзыв болса, 50 мың теңге дейсіз ғой, негізінде 50 мың теңге. Бірақ сізге енді көп қазіргі жағдайға байланысты еще сіз бір емес видео, бір 20 видео заказ бересіз мысалы. Соның бәрін учитывать етіп келе сізге мен как бы 50% скидка істеймін дейсің да. Сіз объем болған сол себептен сізге бір видеоны 25 мың теңге істеймін дейсіз. Сонда бір видео 25 мың теңге болса, 10 видео 250 мың, 20 видео уже тағы 250 мың, сонда 500 мың теңге болады. Общий суммасы 500 мың теңге болады. Сіз еще оны SMM жүргізіп бересіз, маркетинг істеп бересіз. 500 мың теңге дейсіз. То есть соған бүйтіп 500 мың теңге немесе сізге бір видеоны 25 мың теңге дейсіз айтасыз. Бірақ бірінші сіз видеоны бірінші өзінің бағасы қанша теңге айтып алдыңыз. То есть бұндай видеолар негізі нарықта 50 мың теңге тұрады дейсіз. Солай айта беріңіз, хорошо? Если прям қатты қиналып бара жатса, айтасыз ғой, вот мен аға мен сізге вот скидка істеймін. 50 мың теңге емес, сізге енді объемы көп болғандықтан жарты бағаға істеп беремін дейсің. Сол кезде ол кісі келіседі. Асхат аға, мен түсіндім. Болды, мен кем дегенде қанша теңге, мен бірақ ойлағам бір видеодан 2 мың теңге, 3 мың теңге деп айтамын ба деймін. Бірақ өзім бағамды түсінбей ақ қой десеңші. Білмеймін, мен өзімде алдында мысалы осылай обучающий школаға видео түсіретін тұғым. Енді алдамай ақ қойын, 2 минуттық видеоны өзі бір кейбір кезде жарты сағат, 2 сағаттап түсіретін тұғым. Сол кезде мысалы оны ескермей түсіретінім де, басқа нәрсеге рекламаға неге алатыным, бірақ оны ескермей тұғым. Оказывается, мен кейін оқыдым да, и мен былай қарасам, мен ақымақтық жасаған екенмін ше, сол кезде ошибка жасаған екенмін, қазір түсініп тұрмын ғой. Сіздің не үшін 50 мың теңге деп айтып тұрғаныңызда. Әжептәуір 2 сағат уақытымды бекер кетірген екенмін ғой. Бірақ ол кезде практикант ретінде мысалы оқығаннан кейін бір нәрсе түсіру керек болғаннан кейін түсіріп жүрдім ғой. Қой, жындысыз ба? Ё-моё, 2 мың теңге деген не ол видеоға? Ол болмайды ғой, 2 мың теңге деген ол. Нереально, ол мен кеше ғана алдында сторис түсірдім ғой, жасат көретін ғой. Даже 5 мың теңгеге бір видео болмайды ол. Өзіңіз біліңіз, реально 5 мың теңгеге мен видео түсірмеймін, потому что сіз оны барасыз, локацияға барасыз, түсіресіз, 2 сағат уақытыңыз кетеді, үйге келесіз, оны тағы да 1 сағат монтаждайсыз, сонда сіздің білмеймін, бір күндік жұмысыңыз 5 мың теңге болса, онда не знаю, дұрыс емес ол. Сізге 5 мың теңгеден 20 видео түсір десек, 100 мың теңгеге 20 видео это нереально вообще, керек емес, честно. Одан да бір видео, 2 видео түсіріп берейін, бағасы 50 мың теңгеден болды. Чем 20 видеоны 100 мың теңгеге сіз бір апта уақытыңыз кетіргенше, бір апта емес, 2 апта кетіп қалады ғой. Так что ойлаңыз өзіңіз көріңіз. Қадаға болды, мен ол просто өзінің ошибкам көрді, мен енді өзімнің шаблон бойынша 3 мың теңгеге төмен түсіріп тастадым ғой. Сол үшін айтатым ғой, не үшін екенін айтқанымда. Рахмет Асхат аға, оны понедельник күні бар, мен бірінші маркетинг планын жасап беруім керек, қалай дамыту керек екенін бәрін, полный дизайн шығарып беру керек. Одан кейін видеолар, қандай темада видеолар түсіретініміз, соның бәрін анықтап аламын да, одан кейін айтамын ғой, бәрін жаңағы ценадан. Бір кем дегенде ол жерде мен 500 мың теңге алып кету керек болып тұр ғой, одан бір аптаның ішінде 500 мың теңге, 600 мың теңге. Вот түсіндіңіз ба енді, ол наоборот компания қазір, ол банкрот болып бара жатыр,
төмен түспеді да саудасы. И ол банкрот болғанын сезген сайын ол қазір сізге қорыққандықтан өзінің бизнесін сақтап қалу үшін ол қазір сізге даже 100 мың теңге десеңіз де по идее согласие беруге беретініңіз бар. Просто сіз өзіңіз соған сіздің видеоңыздың қаншалықты құнды, сіз мықты, ол ертең сіздің видеоңыз оны алып шығатынына сендірсеңіз, ол сізге реально даже бір видеоға 100 мың теңге төлеуге дайын. Любой клиент, ол қанша жерден ақша жоқ болса да ол ақша табады, потому что бизнесін құтқару керек оған. Оған бірінші очередь қазір бизнес құтқару. Ал ол бизнес құтқару үшін ол қазір көп нәрсеге бара береді. Біреудің айтқанын істейді, мынаны істейді, ананы істейді. То есть өзі адамның психологиясы сондай ғой негізінде. Сіздің мысалы сіз алып барсыз, Алматыда мысалы 2 стоматология бар болса, біреу алыс, біреу жақын жерде, анау сізге негізі 10 мың теңге түсірілетін жерде сізге 150 мың теңге десе, сіз қаншалықты сіз қатты ауырған кезде соншалықты сіз тез 150 мың теңге согласие бере саласыз. Ой, осы ауырмаса болды жүр. Тыныш болсыншы дейсіз да, 150 мың теңге төлеуге дайын боласыз. Так что ол кісі сондай рискқа барады. Ол жағынан істемей қойыңыз. Потом бейбасымызда сіздің рұқсатыңыз болса, сіздің рұқсатыңызбен қазір переписканы мен барлығы емес, бір-екі аудио желілері бар ғой, соны сторисқа салсам ба деп едім да, естісіз. Рұқсат етсеңіз, потому что мынау реально кейс қой, сізде отқан басында өткен реально жағдайда бұл басқа студенттерге де сабақ болсын деген ғой, что олар біліп жүрсін да, что реально 2 мың теңгеге, 3 мың теңгеге видео түсіруге болмайды, олар түсінбей жатыр, майбаларға құндылығын түсінбей жатыр олар. Соны если сіз рұқсат етсеңіз, мен сторисқа салсам, осы переписканың жаңағы бір моменттерді да, барлығы қолын салмаймын ғой, ұзақ береді ғой. Просто определенный моменттердің, которые студенттерге әсер ететін моменттер бар, ол жаңағы сіз 20 видео дедіңіз, баға сосында 2 мың теңге деген сияқты моменттер. Соны сторисқа салсам, қалай қарайсыз? Номерді жауып қойып, ойнамасыз. Тек қана ашып осы. Чаттан тұрады. Смело ғой. Бізге беріп атқаныңыз, ол сіз менен алып атқаныңыздан қайда көп қой. Мен еще сіздің сабағыңыз вакцина пакетімен алып алдым ғой, там 10 в одном. Сақшы, ол жақта вакцина пакетін алған ақшасын 1-2 видеомен ақтайын деп тұрмын ғой. Бір видеомен шығарып тастайын деп тұрмын ғой. Кем дегенде. Құдай қаласа. Қазір енді барып, анау жарыққа керек аппараттарды сатып аламын да, лампа нелер әдемілеп. Телефон держательдерді. Соның бәрін алып аламын да, ертең понедельник күні барып, бір апта, 2 күн, 3 күн ішінде бір ана нелерін дұрыстап шығарып, анализін жасап алайын, аудиториясын бәрін. 2-3 күннен кейін барып, Құдай қаласа. Жаңағы бәрін бітіріп деп тұрып қой, видеоға тақ түсіртіп. Асхат мырза, сіздің айтқаныңыз жаныма, жүрегіме батып кетті кәдімгі. Мен кәдімгі Шымкентте мысалы біліп тұрсыз ғой, 40 градус ыстық, оны деген барасың, киіміңмен терлеп тұрып, жетудің өз проблема, там таксиге комфортпен барасың ғой, анда экономмен бармайсың ғой. Оның өзі кем дегенде 1000 теңге 1000 жарым теңге кетеді. Барып бір жарты сағат таксиң өзі, киініп баруың өзі. Түсіруің, дайындалу, апай дайынын күтесің. Болды, Асхат жан кәдімгі өзімді андай болып қалдым. Бірінші сіз айтып атқан кезіңізде мен сіз қалай барып, уақытыңыз кетіп жүрген, мен уже ана жаққа барып күнделікті ертең киініп қалай баратыным есіме түсіп кетті ғой, қалай қиналып. Күн ыстықта, оны түсіру, қолың терлейді дегенде бар еще. Бәрі бар. Кәдімгі жанымға басып кетті. Вообще өзім енді нем түсірмейтін болдым. Жоғары қоймасам енді вообще кем қоймаймын. Енді 25 мың теңге қою керек қой. Өзім соны түсініп тұрмын ғой. Бәке, молодец. Түсінгенің дұрыс болды. Осыны енді қалғанды дәл осыны түсінсе, осы психологияны түсінсе ше, негізінде реально біздің Қазақстан экономикасына, Қазақстан жастарына деген қаншама ақша табатын возможность бар да негізінде. Просто өздерінің құндарын түсіріп тастаған, құндылықты білмейді да ол просто. Орыстарда ценность деген зат болады, ценность. Сол құндылықты түсінбейді. Сол құндылық какой-то бір услуганың, товардың құндылығын түсінбегеннен кейін олар сол бағаны жерге ұрады да. И бағаны жерге құндылығын түсінбеген эксперт, жаңағындай исполнитель болса, ал клиент оны бағып қойды бірден. Өзіңіз істеген услугаңыздың құндылығын түсінбесеңіз, сіз клиент айтқан бағасын істей беретін болса любойны. Ол жерде клиент бастық болады да. Ал ол жерде сіз андай болу керек та, сіз клиентке керек болу керексіз ғой, клиент сізге емес. Түсіндіңіз ба? Потому что ол должен понимать, клиент должен понимать, что сіздің видеоңыз арқылы ол ертең продажасын көтереді, бизнесін құтқарады. Түсіндіңіз ба? Ал сіз ол бір клиенттен отказ берсе, ладно, не шығарсыз, ертең екінші клиент шығады. Солай сияқты ғой. Так что бұл жерде любой бизнеста, жаңағы Қуаныш мырза айтады ғой,
психология жана стратегия катуу үйт да. Ошондо тоосун ошондо да сабактан көп көрүнүз. Жокмашыбыз айткан условиялар караса өтө катуу сондай психологияны мыкты зерттеген киши да, ол ошондой моменттерде жакшы чечим кабылдоого жеңил кеңестер берет. Так что сол. Кәдімгі сессиямда мен бүгін жауып тастап, бәрі настрой әдемі болып тұр, құдайға шүкір. Желание ұрып тұр, любой нені жүргізуге. Одан бөлек үш не шығып тұр. Үш компания, олар әшейін таныстар ретінде. Танымайтындар қанша шықты оның бөлек. Мен түсініп тұрмын, кәдімгі қанша теңге алуға болатын ше. Настрой кәдімгі психология. Айтады 70%, 75% психология ойнайды дейді осы жұмыс істеген кезде. Настройым ұрып тұр енді. Все, рахмет Асқат аға, сіздің айтқаныңызбен. Мүмкін болса енді сізге жазып тұруға тырысам ғой, қателіктер болса былай түсіріп былай мынандай қателік жасап қойсам айтып тұрсаңыз жақсы болады маған.